Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ең жақсы көретін шайлардың бірі ташкенттік шайдың рецептісімен бөліскім келеді. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, тура ресторандыкіндей ташкенттік шай болып шығады. Бізге керекті заттар: қара шай, бал, лимон және де апельсин тілімдері, мята, қант. Егерде көк шай болатын болса, көк шай қосуларыңызға болады. Менде болмаған соң қоспадым. Шайнегімізге барлық қоспаларды, яғни лимонды, мятаны, апельсинді, қара шайды және де балды, содан кейін 4-5 ас қасық қантты қосып, ыстық су құямыз. Ыстық су құйған соң 10 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. 10 минуттан кейін ташкенттік шайымызды ысына берулеріңізге болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Бірден жасап көріңіздер. Достар, видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.